3 жылдың ішінде Қазақстанға 100 мың шетелдік студент әкелеміз. Бұны Саясат Нұрбек Алматыда өткен 2-ші форумда айтты. Ауқымды шараға Әзербайжан мен еліміздің 150-ге тарта жоғары оқу орнының ректорлары қатысты. Ондағы мақсат кадр даярлауды тұрақты дамыту. Форумға біздің түсірілім топта барып келді. Былтырғы қорытынды бойынша біздің елдің 58 жоғары оқу орнында Әзербайжанның 333 азаматы білім алуда. Ал ол жақтың университеттерінде 164 қазақстандық оқып жатыр. Бұл кадр даярлауды тұрақты дамытуға үлкен мүмкіндік. Әсіресе шетелдік студенттің көбеюі университеттерге үлкен табыс алып келеді. Біздің жоспарымыз келесі 3 жылдың ішінде Қазақстанға 100 мың шетелдік студент әкелу. Бұл неліктен маңызды? Біріншіден, бұл кіріс университеттерімізге үлкен табыс. Осы келген 35 мыңнан астам шетелдік студент қазіргі таңда бізде оқып жатқан кемінде бір 30 миллиард теңгеге жуық кіріс әкелді біздің университеттерімізге. Бүгінде ректорлар форумы аясында біздегі 62 жоғары оқу орны Әзербайжанның 81 білім ошағымен ынтымақтастық орнатып, 188 келісім жасалды. Сондай-ақ ғылыми ынтымақтастықты және бірлескен білім беру бағдарламаларын дамытуға бағытталған өзара 63 меморандумға қол қойылды. Қазіргі уақытта біздің елде Әзербайжаннан 16 университет бар көрінеді. Біз Қазақстан студенттерінің санын 2 есеге ұлғайттық. Сондай-ақ Қазақстанда әзербайжандық студенттердің саны да артып келеді. Қазір олардың саны 300-ден асады және динамика өте жақсы. Бұл тек бастамасы ғана, шегі емес. Мен мыңдаған жастың білім беру мүмкіндіктерін пайдалана алатынына сенімдімін. Іс-шараның жалғасы ретінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Study in Азербайжан білім беру көрмесі өтеді. Оның негізгі мақсаты талапкерді жоғары білім алу мүмкіндіктері туралы ақпараттандыру. Гүлназия Мирханқызы, Сағындық Нарық, Еуразия бірінші арнасы, Алматы.